Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз мәліметтерді енгізу мен шығаруды ұйымдастыру. Алдымен ойланайық. Қандай арифметикалық операцияларды білесіңдер? Бүтін бөлікті есептеуде қандай белгі қолданылады? Бүгінгі сабақта үйренетініміз print функциясы, input функциясы, сызықтық алгоритмдерді жазу. Сендер print функциясын программада пайдаланып көрдіңдер. Экранға мәліметтерді шығаруға print функциясы жауап береді. Программалау тілінде мәліметтерді енгізу және шығару программада маңызды рөл атқарады. Мысалы, мына сандарды экранға шығарып көріңдер. Жақшада мәліметтер кез келген түрде болуы мүмкін. Сонымен қатар мәліметтердің саны да әртүрлі болуы мүмкін. Функцияның аргументтері үтірмен бөлінген. Экранға шыққанда үтірлердің орнына мәндер бос орынмен бөлінеді. Егер өрнек жақша ішінде болса, онда ол алдымен орындалады, содан кейін print осы өрнектің нәтижесін көрсетеді. Сонымен қатар, print функциясы қосымша параметрлермен қамтамасыз етілген. Мысалы, set параметр арқылы жолдардың ортасында мынадай бөлгіш орнатуға болады. Мәліметтерді енгізу input функциясы. Python программасында пернетақтада мәліметтерді енгізуге input функциясы жауап береді. Бұл функция шақырылған кезде программа орындалуын тоқтатады және пайдаланушының мәтін енгізуін күтеді. Осыдан кейін ол Enter пернесін басқанда, input функциясы енгізілген мәтінді алып, оны өз алгоритмдері бойынша өңдейтін программаға жібереді. Мысалы, төменде. Программа іске қосылған кезде компьютер жолға мәтіннің енгізілуін күтеді. Енді сандық мәліметтерді енгізу мысалын қарастырайық. Бұл жағдайда int және float функцияларын қолдана отырып, QTOranges және priceOranges айнымалыларының жол мәндері сәйкесінше бүтін сан мен нақты санға түрлендіріледі. Айнымалылар дегеніміз белгілі бір мәліметтер типін сақтай алатын және программаны атқару барысында мәнін өзгертуге болатын атауы белгілі объект. Бұл мысалда QTOranges және priceOranges қазақша мағынасы апельсин саны және апельсин бағасы айнымалы қызметін атқарып тұр. Есептің берілгеніне қарай айнымалылар өзгеріп отырады. Енді балалар, практикалық жаттығуларға назар аударыңыздар. Көрсетілген программаны Python тілінде орындағанда экранға қандай жауап шығады? Print жақшаның ішінде do, re, mi, fa, sol, la, si, set тең бөлгіш белгісі. Жауабы төмендегідей, яғни ноталардың арасына қисық сызық қойылған. Практикалық жаттығу екінші. Жауаптарды сәйкестендіреміз. Пернетақтадан деректерді енгізу үшін кірістірілген функция. Мәліметті экранға шығару үшін кірістірілген функция. Print және input жауаптарына сәйкестендіру. Дұрыс жауабы. Келесі тапсырма компьютерде орындаймыз. Екі санның қосындысын, көбейтіндісін және арифметикалық ортасын табатын программа жазыңдар. Set параметрін пайдаланып, бүгінгі болатын сабақтардың тізімін құрыңдар. Енді сұрақтарға жауап берейік. Мәліметтерді енгізу деген не? Мәліметтерді шығару деген не? Айнымалылар қандай әріптермен белгіленеді?
Дәптерде орындаймыз. Анықтамасын жазыңдар. Print, input. Дәптерде орындайық тапсырмасының дұрыс жауабы. Input. Пернетақтадан деректерді енгізу үшін кірістірілген функция. Print. Мәліметті экранға шығару үшін кірістірілген функция. Келесі тапсырма үйде орындаймыз. Бірінші, өз аты жөндерін экранға 6 рет шығатындай программа құрастырып дәптерлеріне жазыңдар. Екінші, 0-ден 10 аралығындағы сандарды экранға шығаратын программа құрыңдар. Осымен балалар, сабағымызды қорытындылаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.